Сәлеметсіңдер ме оқушылар, 11 сынып алгебра сабағын бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы дәрежелік функция, оның қасиеттері мен графигі. Яғни бүгінгі сабағымда осы тақырыпқа есептер шығарып көрсететін боламын. Сабақты соңына дейін көріңдер. Егер сабақ ұнаса, каналыма тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңдар. Ал онда 8-де 8-ші есептен бастайық. Теңдеулердің түбірлерін графиктік тәсілмен көрсетіңдер. Ал онда қараңдар, біз 8-де 8-ші есептің мен біріншісін шарт көрсетейін. Біріншісінде бізде 1 бөлінген x квадрат тең 4/5 деген теңдеу берілген. Енді қараңдар, осы теңдеуді бізде графиктік тәсілмен шеш дейді. Ол үшін біз осыны жеке-жеке функция түрінде жазып аламыз. 1 бөлінген x-ті біз y тең деп, y тең 1 бөлінген x квадрат функциясы, y тең 4/5 деген функция түрінде, екі функциямен түріне жазып аламыз. Жеке-жеке жазып аламыз, яғни. Енді біз бұны не істейміз? Берілген функциялардың графиктерін координаталы жазамыз. Ол үшін біз x-ға мән береміз, соған сәйкес y табамыз. X-ға мән береміз, y табамыз. Бірінші біз мына функцияның графигін сызып алайын. X-ға -3 берем. -3 қойған кезде 1 бөлінген -3 бізде -3-тің 2 дәрежесі, яғни бізде барлық санның дәрежесі жұп болса, ол плюс болып кетеді да. Сонда -3-тің 2 дәрежесі бізде +9 болады. 1 бөлінген 9 шығады. 9-дан 1. Ал енді -2 қояйын. -2 қойған кезде бұл 1 бөлінген 4 болады. -1 қойған кезде 1 болады. 2-ден 1 қойған кезде 1 бөлінген 2-ден 1 бізде 4 шығады. Себебі қараңдар, 1 бөлінген 2-ден 1-дің бізде 2 дәрежесі болады да, -2-ден 1-дің 2-ден 1-дің 2 дәрежесі бізде 1 бөлінген 4-ден 1 болады. Сонда 4 мына жаққа көбейтіліп кетіп, не керек? Ол 4-ті береді. Енді мен 3-ден 1-ді қоятын болсам 9 шығады. -3-ден 1-ді, минус стандарт қойып жатыр. Ал 4-ден 1-ді қоятын болсақ, ол 16 шығады. Оны қоймай-ақ қойын. Енді +3-ден 1-ді қойсақ та 9 + 9, ал 2-ден 1-ді қойсақ 4, 1-ді қойсақ 1, 2-ні қойсақ 4-ден 1, арғарай біз не еді? 3-ті қойсақ не керек? 9-дан 1 шығады. Біз мәндер кестесін құрып алдық. Енді осыны мына координаталы жазықтығына анықтама бойынша қараңдар, -3 қойған кезде 9-дан 1, яғни мына бірлік кезінде теңдей 9-ға бөліп, соның біреуін аламыз. -3 қойған кезде 9-дан 1 жобалап, мына жерлер деп алайық. -2 қойған кезде 4-ден 1, ол мына жерлер. -1 қойған кезде +1 болды. 2-ден 1 қойған кезде -2-ден 1. -2-ден 1-де 4 болды. 4 мына жерлер. Мына жерде 3-ден 1 қойған кезде есе +9 шықты. 3-ден 1-де. График бізде мені бұлай келеді да. Бұл бір жағы. Ал енді мына жерде 3-ден 1 деген бар. 3-ден 1 қойған кезде де +9. 2-ден 1 қойған кезде 4. 1 қойған кезде +1. 2 қойған кезде 4-ден 1. 3 қойған кезде 9-дан 1. Бұның да графигі не істейді? Бұлай келіп, бұлай кетеді. Енді қараңдар, бұл бізде мына берілген функцияның графигі. Ал енді біз y-тен 4/5 функциясының графигін салуымыз керек. Ол үшін біз не істейміз? Ой көсінен 4/5 аламыз да, себебі y-іміз 4/5-ке тең ғой. 4/5 нүктесінен осы ой көсіне перпендикуляр жүргіземіз. Міне осы түзу мына берілген функцияның графигі болып тұр. Сонда яғни мына теңдеудің шешімі бізде мына нүкте мен мына нүкте болып тұр. Біреуін А нүктесі дейтін болсақ, мынаны В нүктесі деп аламыз. Яғни біз берілген теңдеудің шешімін графиктік тәсілмен шештік. Ал енді қараңдар, біз 8-де 8-ші есептің мен екіншісін шарт көрсетейін. Екіншісінде бізде x квадрат минус x-тің 3/7 дәрежесі тең 0 деген теңдеу берілген. Осы теңдеуді графиктік тәсілмен шығарыңдар дейді. Ол үшін біз x квадратты жеке өзінің функция түрінде, y тең x квадрат функциясы түрінде, сосын мынаның өзін жеке функция қылып жазып аламыз. y тең x-тің 3/7 дәрежесі. Қараңдар, бірінші мен мына функцияның графигін мына координаталы жазықтығына ассам. Ол кезде біз не істейміз? X-ға мән береміз, соған сәйкес y табамыз. 3 деген -3, -2, -1, 0, 1, 2, не керек? 3 деген мән беріледі.
Минус 3 қойған кезде минус 3-тің 2 дәрежесі бізде плюс 9 болады. Минус 2-нің 2 дәрежесі плюс 4 болады. Минус 1-дің 2 дәрежесі 1 болады. 0-дің 2 дәрежесі 0 болады. 1-дікі 1, 2-нікі 4, 3-дікі 9 шығады. Міне біз осыны сызып алайық. Минус 3 қойған кезде, минус 3-те не болды? Плюс 9 болды. Минус 2 қойған кезде плюс 4 болды. Минус 1-де плюс 1, 0-де 0, 1-де 1, 2-де 4 қайтадан, 3-те плюс 9 деген мына мәндерді қабылдап жатыр. Осы нүктелерді енді біз не істейміз? Қосып шығамыз. Міне біз қосып шықтық. Енді қараңдар. Бұл бізде бұл функцияны, бұл график, яғни бізде y тең x квадрат функциясының графигі. Енді қараңдар, біз мына функцияның графигін саламыз. Ол үшін де не істейміз? Кесте құрамыз. Кестеге мән беріп, x-қа мән беріп, соған сәйкес y-тың мәндерін табамыз. X-қа мән беріп, x-қа не керек? Минус мән бермейміз. Себебі қараңдар, дәреже бізде y тең x-тың бұл дегеніміз 10-нан 37 дәрежесі деген функция болады. Яғни бұл функция бізде m бөлінген n бізде 0-ден 1-ден үлкен. Яғни қараңдар, бұл функция бізде мына m бөлінген n деген мына дәрежесі. Сонда 37 бөлінген 10 бізде 1-ден үлкен болып тұр. Ондай болған жағдайда бізде қараңдар, берілген функцияның графигі бізде мынандай сызық шығады. Яғни мынандай сызық болады. Міне біз сонда 0-ден бастап мән береді екенбіз. Бұл жерге 0-ді қоямыз. Сосын нені қоямыз? 1-ді қоямыз. 2-ні қойсақ болады, 3-ті қойсақ болады. Сөйтіп мән беріп кете береміз. 4-ті қоямыз деген сияқты. Сонда 0-ді қоятын болсақ, 0-дің кез келген дәрежесі бізде не болады? 0 болады. 1-ді қойсақ та 1-дің кез келген дәрежесі 1 болады. 2-ні қойсақ бізде бұл дегеніміз 2-нің 10-нан 37 дәрежесі болады. Бұл дегеніміз 10 дәрежелі түбірастында 2-нің 37 дәрежесі деген сөз. Сонда біз бұны қараңдар не деп аламыз? Біз бұны 10 дәрежелі түбірастында 2-нің 30 дәрежесі көбейтілген 2-нің 7 дәрежесі дейтін болсақ, мына екеуі қысқарып кетіп бізде 2-нің 3 дәрежесі көбейту 2-нің 7 дәрежесі, 10 дәрежелі түбірастында 2-нің 7 дәрежесі шығады. Сонда мынау дегеніміз 8 көбейтілген 10 дәрежелі түбірастында 2-нің 7 дәрежесі болады. Не керек қараңдар, бұл бізде мынадан жобалап 1 бүтін бір нәрсе деген сан шығады. Ол мынаған көбейтілген кезде жобалап бізде 13 деген мән шығады екен. Сонда 13 деген 2-ні қойған кезде 13 деген мәнді алады екен. Біз осы мәндерді ғана қояйық. Қараңдар, 0-ді қойған кезде 0, 1-ді қойған кезде 1, 2-ні қойған кезде ол жоғарыда 13 деген мәндер жақын болды мына жерлер. Сонда осы функцияның графигін біз не істейміз? Былай сызатын болсақ, мына функцияның графигі не істеп жатыр? Яғни мына 1, 0 нүктеге нүкте мына А нүктесі, О нүктесі, яғни О нүкте ғой, О нүкте мен мына А нүктеде екеуі қиылысып жатыр. Осы нүктелер мына берілген теңдеудің несі болады екен? Шешімі болады екен. Оқушылар қалған екеуін өздерің осыған қарап шығарып көрсеңдер болады. 8-де 9-ыншы есеп. 8-де 9-ыншы есепте теңсіздіктер жүйесін графиктік тәсілмен шешіңдер. Ал енді қараңдар, 8-де 9-ыншы есептің мен біріншісін шығарып көрсетейін. Біріншісінде y үлкен x квадрат, y кіші немесе тең x плюс 4 деген теңдеулер жүйесі берілген. Осы теңдеулер жүйесін бізде графиктік тәсілмен шешу керек. Ол үшін біз бірінші y тең x квадрат функциясының графигін салып аламыз. Ол үшін не істейміз? Кесте құрамыз, иә? Кесте құрып, x-ға мән береміз, соған сәйкес нені табамыз? Y табамыз. X-ға мән беріп. Минус 3-тен бастап берсек болады. Минус 2, минус 1, 0, 1, 2, не керек? 3. Минус 3 қойсақ, минус 3-тің 2 дәрежесі бізде 9 болады. Минус 2-нің 2 дәрежесі бізде 4 болады. Минус 1-дің 2 дәрежесі 1 болады. 0-дің 2 дәрежесі 0. 1-дікі 1, 2-нікі 4, мынанікі 9 болады. Дәл міне минус 3-ті қойған кезде плюс 9. Мына нүкте. Минус 2-ні қойған кезде плюс 4. Минус 1-ді қойған кезде плюс 1. 0-ді қойғанда 0, 1-ді қойғанда 1, 2-ні қойған кезде 4, 3-ті қойған кезде не болды? Плюс 9 болды. Міне біз осы нүктелерді белгілеп алдық. Енді осы нүктелерді не істейміз?
қосып графигін сызамыз. Графикті сызып алдық, Осы бізде не болып тұр? Қараңдар, y осы үлкен болып тұр, x квадраттан. Бізде үлкен болса, біз осы графиктен бөлінген бөлікті, жазықтықта осы графикпен бөлінген бөліктің жоғарғы жағын бояймыз. Егер кіші болса, төменгі жағын бояймыз. Біз жоғарғы жағын бояймыз. Жоғарғы жағын, яғни біз жоғарғы жағын бояп шығамыз. Яғни осы бөлігі бізде мына берілген теңсіздіктің шешімі. Енді қараңдар, бізде y кіші немесе тең x плюс 4 деген теңсіздік берілген. Оны да біз оның графигін, яғни осы функцияның теңсіздікті біз алдымен теңдеуге айналдырып, сол теңдеудің графигін сызып аламыз. Бұл кезде не істейміз біз? X-ға мән береміз, соған сәйкес y-ті табамыз. X-ға мән береміз, y-ті табамыз. X-ға минус 6-тан бастап берейін. Минус 6 қойсақ. Минус 6-ны қойсақ, минус 6 плюс 4, минус 2. Минус 5-ті қойсақ, минус 1. Минус 4-ті қойсақ, 0. 1-ді қойсақ, минус 3-ті қойсатын болсақ, плюс 1. Минус 2-ні қойсақ, плюс 2. Минус 1-ді қойсақ, плюс 3. Не керек? 0-ді қойсақ, 4 деген сияқты. Минус 3, мына жер минус 4, мына минус 4. Минус 5, минус 6, Минус 6-ны қойған кезде минус 2. Не керек? Ол төменгі жақта екен. Функцияның графигі. Мынау минус 1 болса, сәл жоғары көтерейін. Минус 2. Міне, мына нүкте. Ал минус 5 қойған кезде минус 1. Ол мына нүкте. Минус 4 қойған кезде 0. 3 қойған кезде 1. Минус 2 қойған кезде плюс 2. Ал минус 1 қойған кезде плюс 3. 0 қойған кезде не болады? 4 болады. 1 қойған кезде ары қарай 5, 3 көрініп тұр. 6 қойғанда, 2 қойғанда 6, 3 қойғанда 7 кетіп жатыр. Міне біз бұның графигін түзу сызып алайық. Қараңдар, бізде y бұдан қандай болып тұр? Кіші болып тұр ма? Біз не істейміз? Осының төменгі жағын бояймыз. Үлкен болғанда жоғарғы жағын бояйтын едік. Қараңдар, енді бізде осы жерден бірінші теңсіздікке де, екінші теңсіздікке де тиісті жер бізде мына жер болып тұр. Осы аралық бізде екі теңсіздіктің де шешімі болып тұр. Яғни сонда бізде осы қиылысу жері бізде мына берілген теңсіздіктер жүйесінің шешімі болады. Ол екі жаққа қарайды. Бұл жерде мынау бізде қатаң түрде үлкен болғаннан кейін бұны қатты боямаймын. Мынау бізде кіші немесе тең болғаннан кейін бізде мына тең болғаннан кейін осының мына түзудің бойы да бізде әрі одан төменгі аралықтың бәрі не істейді? Осы берілген теңсіздіктер жүйесінің шешімі болады. Міне біз графиктік тәсілмен шығарып алдық. Осымен сабағымыз аяқталды. Егер сабақ ұнаса, каналыма тіркеліп, қоңырауды басып, лайк басып кетуді ұмытпаңдар.